Егер әрбір үрген итке тас лақтырып, аузын жабамын десең, өз өміріңді ойдағыдай сүрмейсің. Үріп үйренген ит үре берсін, ал сен өз жолыңды жалғастыра бер. Тек сұлулықты көре білетін адамдар ешқашан қартаймайды. Адамдар жер ауыстырып, басқа жаққа көшіп кетсек, бақытты боламыз деп ойлайды. Сонан соң, қайда барса да өз-өзінен ешқайда қашып құтыла алмайтынын түсінеді. Ешкім оп-оңай бақытты бола салмайды. Ол сіздің өміріңізде болып жатқан жағдайға байланысты қабылдаған шешіміңізге қарай келеді. Эмоцияларымыз біраз уақыттан кейін басылады, ал оның істегендері көпке дейін ұмытылмайды. Есіңде болсын, дәл қазір нені қалайтыныңды білмейінше жетістікке жете алмайсың. Егер ішкі дүниең тыныш болса, сыртқы келбетің де нұрлана түседі. Мықты адамдар өз әлсіздігін біреулердің көргенін қаламайды. Өмір өзіңді табудан емес, өзіңді қалыптастырудан тұрады. Таңертең ұйқыдан тұрғаныңда өзіңе мен не істеуім керек, ал кешке ұйқыға жатарда мен не істедім деген сұрақ қой. Өмірде кездескен келеңсіздіктер адамның өз-өзімен танысуына мүмкіндік береді. Біз қалағанымыздың бәріне қиындықтарсыз жеткіміз келеді, бірақ ең мықты емен ағашының өзі қатты дауылдарға төтеп, алмаздар да ең жоғарғы қысымда жарқыраған қалыпқа енетінін білеміз ғой. Есіңде болсын, адамдардың сыртынан не істесең де, мұның бәрін Құдайдың көріп тұрғанын ұмытпа. Саған ашумен дауыс көтерген адамға сен дауыс көтермей-ақ қой. Сонда өзіңді де, оны да үлкен бәледен құтқарасың. Бақытты болғың келсе, өткеніңді қазып, басыңда ұртпа. Бақыттың дәмін сездірмейтін 3 нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күніңе шүкіршілік етпеу. Әлемдегі ең дана құс, жапалақ, бәрін естеді, бірақ сөзге жоқ. Көп есткен сайын аз сөйлейді. Әттең, дәл осы қасиет біз адамдарға жетіспейтіні рас. Қиын кезде қол ұшын беру адамның ешқашан ұмытпайтын нәрсесі. Біреуге деген ренішіңізді ішіңізде сақтамаңыз. Ол өзіңізден басқа ешкімге зиян келтірмейді. Еркіндік дегеніміз өзіңді ұстауда емес, өзіңді өзің бағындыра білуде. Егер жүрген жолың қиындық тудырып жатса, демек сен жоғарыға шығып бара жатырсың. Ал оңай болса, демек төменге құлдилап бара жатырсың. Өзгенің қуанышына қуана білетін адамның өзі де бақытты. Әлемдегі адамдар өмір сүретін ең жаман түрме өзгелер не ойлайды деген пікірден қорқу. Егер сізге мен оны кешірмеймін деген ой келсе, сізді де талай рет кешіргенін есіңізге түсіріңіз.
Сабыр ет, кейде жақсылыққа жету үшін қиындықты бағындыруға тура келеді. Қашықтық шын сүюді үйретеді. Уақыт тоқтаусыз зымырауда. Бұл жаман жаңалық. Ал жақсы жаңалық, сіз өз уақытыңыздың ұшушысысыз. Өмірдің 3 шарты. Егер алға қадам баспасаңыз, орныңыздан тапжылмайсыз. Білмегеніңізді сұрамасаңыз, жауабын да алмайсыз. Ойыңыздағыны жасап көрмесеңіз, алға қойған мақсатыңызға жете алмайсыз. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Қирататын уақыт, қалпына келтіретін уақыт, үнсіздік сақтайтын уақыт, сөйлейтін уақыт. Жоқ деген сөзді айтып үйрену арқылы көпке ұнамай қаласыз. Бірақ адамдар сізді құрметтей бастайды. Нағыз мықтылар ғана өзіндегі мәселелерге қарамай, өзгенің қиындығына көмектесуге уақыт таба алады. Өзгенің қалауына бола өзіңізді өзгертудің қажеті жоқ. Дәл сол сияқты біреу аяқ киіміңізді басып кетсе, сіз аяғыңызды ауыстырмайсыз ғой. Өзін тапқан адам ғана өзгенің пікірінен арыла алады. Балаңды тәрбиелемей-ақ қой, ол бәрібір сенің істегеніңді істейді. Одан да өзіңді тәрбиеле. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, ал кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, ал өзіне ғана пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпау үшін өзің капитан болуың керек. Өмірдің мәніне айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді.